Сәлеметсіңдер ме оқушылар? 6-шы сабақтың тақырыбы табалдырықты баспа. Сабақтың мақсаты мәтіндегі негізгі ақпаратты анықтау. Жаңа тақырып бойынша жаңа сөздерді сөздікке жазып алыңдар. Жаман ырым, плохая примета, тыйым сөздер, запретные слова, басу, наступать, баспау, не наступать, табалдырықты баспау, не наступать на порог. Септік жалғаулары. Қазақ тілінде балалар 7 септік бар. Атау септік, кім не деген сұраққа жауап береді. Ілік септік, кімнің, ненің. Барыс септік, кімге, неге. Табыс септік, кімді, нені. Жатыс септік, кімде, неде. Шығыс септік, кімнен, неден. Көмектес септік, кіммен, немен. 7 септікті және сұрақтарын жаттап алыңдар балалар. Бірінші тапсырма 12-ші бет. Суреттерді сөздермен алмастырып айт, дәптеріңе жаз. Бірінші кезекте оқушылар үлгіге назар аударайық. Құр. Мынау суретте бұл ер-тоқым. Ер-тоқым қосылған бар септік. Ал бізде бар септігіне назар аударайық. Ға деген жалғау. Көрдіңіздер ме? Енді бұл жерге біз құр, ер-тоқым, ға, отырма. Сонда бізде міне құр, ер-тоқымға отырма деген сөйлем шықты. Келесі кезекте міне суреттерді жазып, оларға керекті септіктің жалғауын жалғап жазамыз. Жатты септігіне және көмектес септікке міне назар аударыңдар. Жатты септік кімде, неде, жалғаулары да, де, та, те, ында, інде. Көмектес септік кіммен, немен. Мен, бен, пен, менен, бенен, пенен деген жалғаулары бар. Осы жалғауларға назар аудара отырып, дұрыс сөйлемдерді толықтырып жазыңдар дәптерлеріңе. Айтылым жазылым тапсырмасына байланысты дескриптор кестесі. Суреттерді сөздермен алмастырып айтады, 1 балл. Септік жалғауларын дұрыс жалғайды, 1 балл. Дәптеріне жазады, 1 балл. Сөйлемдерді жазу барысында орфографиялық нормаларды сақтайды, 1 балл. Сөйлемдерді қатесіз жазады, 1 балл. Жазылым айтылым тапсырмасы, 5-ші тапсырма, 13-ші бет. Мәтіндегі өзіңе ұнаған тыйым сөздердің мағынасын ашып жаз. Біз кеше өткен сабақта осы мәтінді оқыған болатынбыз. Енді осы мәтін ішінен өздеріңе ұнаған тыйым сөздерді жазып, мағынасын ашып жазыңдар. Әр дұрыс жазылған сөйлемге мынадай дескрипторлар бойынша балл берілетін болады. Мәтіннен бір тыйым сөзді табады, 1 балл. Тыйым сөзді ашып жазады, 1 балл. Жаңа сөздерді қосып жазады. Өткен жаңа сөздерді қосып жазасыздар. Септік жалғауларын дұрыс жалғайды, 1 балл. Сөйлемдерді қатесіз жазады, 1 балл. Осы дескрипторға сәйкес барлығын дұрыс жазатын болсаңдар, барлығына 1-1 балдан берілетін болады. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар оқушылар.